السلام عليكم ورحمة الله شيخ وبركاته. عليكم السلام. Qo'ying Sheikh. Qalaysiz, ustoz? Yaxshimi? Amal Qarasam, ishim bor. Sheikh қалай денсаулығыңыз? Mashallah. Shukr, Qarasam, alhamdulillah. tікелей эфирде отыр екенсіз. Sal bir vaqtim Бетпе-бет bo'lib qolgan. сөйлесейін ғой. Bet-bet. Қалай амансыз ба? Shukr. Aman sen oraza qabul bo'lsin. Алла қуат берсін. Оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Жақсы өтіп отыр ма? Shukr. Tangning atысы, kechdim batısı. Qo'limizdan kelgancha bo'lsa aytib bir Xudayning жақсылығына, mehrim esігіне жақындатып қойсам, содан кейін үлкен сіз сияқты ұстаздар, сізден біздің басымызда жүрген ұстаздар, солар ары қарай жетектеп кіргізіп алып кетсе, жамағатымызды, елімізді бірлікке шақырып, ұлтқа шақырып, сол ғой. Мына сөздерді біздің үйдегілер естісе жақсы болар еді. Неге? Олар бізге қашан адам боласын деп жүр ғой. Машалла. Жоқ, енді негізі біздің қасымыздағы кісілер жақсы біледі ғой біздің қандай екенімізді, бірақ десе де жақсы ниет қой енді. Осылықтан Алла разы болсын. Қайдасыз ұстаз? Меккедемін. Анау кеше екеуміздің видеомызды қосып қойып таратып жатыр ғой TikTokта ше. Иә. Жаңасы көріп қалдым. Соны жаңа тікелей эфирде отыр екенсіз. Қосылып алып сөйлесейінші деген ғой. Қоспай қояма деп. Жекпе-жекке шақырайын дедіңіз ғой. Жоқ, Құдай сақтасын, сізге расынарыз қайда. Сізді қабылдамай қояма деп қорыққам ғой. Неге? Біз бір-бірімізге бауырмыз, бір-бірімізге. Мен өзім шошып кеттім. Ана запростарға қолымды бүйтіп барып қарап тұрамын да, кім керек көріп жатқан. Қарасам сіз запрос беріп тұр екенсіз. Машалла. Алхамдулилла. Біз анау адамның ісін жек көреміз, бірақ адамды жек көрмейміз ғой. Адамды жақсы көреміз. Мұсылманды, тем более Алла Тағала мұсылманға бауыр қылғаннан кейін біз бір-бірімізді кейбір адамдар бір адамға ұрсып жатса жек көреді деп түсінеді ғой. Алла сақтасын. Анау кешегі тақырып сол сіздің кейбір айтқан нәрсеңізді адамдар дұрыс түсінбей қалған ғой. Шейх. Өзі көп уақытта бізді өзі бір-бірімізді ел дұрыс түсінемейді ғой. Өйткені мына менде де мынау эфирде көріп отырсыз ғой, сұрақтар көп шыққаннан кейін өзі кейде бір сұрақты жауап берем деп отырып, ойыма басқа нәрсе түсіп, ананы оқып отырып, ойым бөлініп кетеді. Сондықтан сондай болып қалады ғой. Енді сіз анау алдыңызда отырған кезде бұл мешіттегі жамағат емес, былай айтатын. Мынау енді әлеуметтік желі деген абайлап сөйлеп, кішкене сөзді жұмсағырақ айтып, оның үстіне бұл мешіттегі жамағат емес, жайлап айтып, өз ана интернетте жаңағы содан басталды ғой деймін, өз анау жерлеу мәселесі, тәңіршілік мәселесінде. Сол кезде мұсылман мен кәпір жатпайтын, енді шын мәнінде мен ол видеоны толықтай көрген жоқпын, қайдан шыққан, неден шыққан, бірақ көргенім анау жерлемеу керек деген нәрсені молдаға бәрі жабылып жатты ғой. Бүкіл қарасам TikTok әлемінде, Instagramда бәрі молда, сол молданы қорғаған түрмеді ғой. Молда жердің хозяйны емес, ол шешпейді, жердің елшілік емес, оны өзі ағайындар басқарады. Енді мұсылман мен кәпірдің бір жерге жатпайтындығы баяғы Ратбек Қажыдан оқығанның өзінде айтатын бар еді. Кәпірлер азап көретін болса қабірде, мұсылмандар соны естімеу керек. Соның азабының өзі жаман әсер береді, бірге жатпасын деп. Енді біздің қазақта бала кезде ауылда да орыстардікі бөлек, қазақтардікі бөлек зираты болды ғой енді. Ол жасыратыны жоқ, бәрі бірге жатуға болмайды ғой. Бірақ бұл жердегі мәселе, шын мәнінде діннің кәпір дұшпаны менен мұсылман адам бірге жатуы өте қиын ғой. Сондықтан да ол нәрсе дұрыс, бірақ қалай айтқанда да біздің сол толық өзі мұсылман бірге жатып, бірге өмірде өмір сүрсек те қабіріміз бөлек болу керек қой. Сондықтан олардың да пайғамбарымызға, ұлтымызға кейде қатты сөздер айтылып, біздің арымызға, намысымызға тиісетін, мұсылман әлемінің ортасына жілік салатын сөздер айтқаннан кейін намысымызға тиіп, жаңағы мен кеше қай күні көріп қалдым, зәр туралы өте жаман сөздер айтып жатыр екен да. Сол енді мен өзім ойлаймын, тиісті мекемелер айналысатын шығар, бірақ біздің ортамызға сызат түсіріп, мұсылмандардың ортасына осындай нәрсе жасау бұл жақсы дүние емес қой. Сондықтан мен соларға айтқам да, енді бірге жататын имамдық қорғап, жердің хозяйны емес ол. Жердің хозяйны ағайын, туған туыс, өкімет шешеді, ол Құдайдың жері ол, өкімет айналысады деген. Енді соны кейбір анау ұстаздар, басқа адамдар да дұрыс түсінбей, неге кәпірмен бірге жатады деп анау дау болып жатқан адам мәселе ғой. Сондықтан біз енді жақсы күмән жасаймыз, Алла кешіре ма, жарылқай ма деген ниет қой ұстаз. Сол ғой. Алла қуат берсін. Алла Амин. Соны
сізді көріп амандасайын дедім да, анау жұрттар ойлайды ғой, бұл имамдар бір-бірімен дұшпан екен деп ше. Алла сақтасын. Biz қалай дұшпан боламыз? Баршамыздың кітабымыз бір, қыбыламыз бір, ұлтымыз бір, елді бір жерге сүйреп жатсақ ұстаз, қалай енді қателік болады ғой, адамыз қателік болмаса өліп қалатын ек баяғыда. Әулиелер өліп қалады ғой. Өзі кез келген салада бұл мейлі әкімшілік болсын, мейлі медицина болсын, өзі врачтардың арасында болса да, әкімшіліктің арасында өзара тартыс ол міндетті түрде болады ол. Бірақ оны сырттан көріп, бұл дұшпан екен бір-біріне демеу керек та. Алла сақтасын, біз бауырымыз ғой, мұсылман бауырымыз, доспыз. Меккедегі сіз екеуміздің бір-бірімізді құшақтап түскен суреттер сала береміз ғой деймін барлық ұстаздар. Тынышталып жүрді. Негізі сіздің барлық ұстаздардың, Қазақстандағы барлық ұстаздардың, соның ішінде сіздің ұстаздарыңыз, сіздің өзіңіздің жеке жамағатыңыздың, сіздің артыңызда мен ана қажылықта Маруфтардан, басшылардан сұраймын ғой. Бұл жарқын кіммен келесем? Нұреке дейді. Жарқынды қажылыққа қойсақ дейді. Группа толып кетеді дейді ғой. Яғни сіздің артыңыздан ілесетін оның өзінің жамағаты бар дейді, өзінің шай берем ғой. Сондықтан сіздің еңбегіңіз өте зор, Алла разы болсын. Бірақ жаңағы соңғы емес, жалпы ата-ана туралы айтып жатқан кейде мен де бір жерде әйелді ұрған туралы айтқанымда әлі есімде бар. Әйелді ұрып бір қыз сұрады, бір университеттегі ойын кездесуде. Жаңағы әйелді кім ұрады деп, әбден анау әйелдер ұрылып сол кезде таяқ жеп жатқан кезде, бір алды өліп жатқан кезде енді мен де аузыма шыдай алмай сіз сияқты айтып берген ғой, конченый адам ұрады деп. Сол жерін қиып алып содан міне имамның десі деп біраз сөйткен де. Сол сияқты ана мектеп туралы да біздің анау ұрпақ, біздің мына келешек ұрпақтарымыз өте білімді, ғылым, өзі мына қари болсаң да, имам болсаң да, ғылым, білім, сауат болу керек қой. Сол мектеп салама жаңағы деген сияқты мәселелерге жастарды біз білімге шақырып, солардың жаңағы біздің ертең қарилар, ұстаздар сондай мектептен тардай болып тұрып, таудай болып шығатын жерден шығады ғой бәрі. Сондықтан осы жақта сіздің еңбегіңіз өте көп. Анау ана туралы айтқанда мама демалады деген сөзді, анаң демалады деген сөзді де соны теріс бұрып, оны бүйтіп айтты деп жаңағы сөйтіп жүргендер бар ғой, сөз жерін ақ қиып алып. Сондықтан өз әркімнің сөзін өйтіп қиып ала берсе, талай дүние шығып кетеді да. Онысына қазір жасанды интеллект дегенде талай дүниені бұлдырып тұр ғой. Сондықтан әр нәрсені керек адамнан өзінен тікелей сұрап, тікелей мәселе құрған дұрыс шығар ұстаз. Жеке анау не ғой? Өз білесіз ғой, интернетте басқа, жеке достардың арасында отқан кезде басқаша әзілдеп сөйлейсің деген секілді. Ол жаңағы анау ата-анаң демалсын деген, бұл негізі халыққа айтылатын нәрсе емес қой. Ол сол жерде бір жеке өзіміздің ортамызда, өз білесіз ғой, қажылыққа не бір адамдар келеді. Бір көке келген, ол көке қажылыққа келгісі келмеген, оны үйіндегілері жолда Дубайға кіресің деп жіберіп жіберген ғой, барып қайтшы деп ше. Сояқтан жаңағы ішкілігіңді қойып қайтарсың. Келгеннен кейін анау сол көніге сабақ болады ғой. Келеді деп шұқылап жаңағы мазаны алып отырады сол ше. Өзі қыз жерлер. Сол бір күні сол жаңағы сол жерде отқан кезде жаңағы не деді ғой? Надо будет деді ғой, в общем. Балам сақал қойса, тура осы жерінен мойнымен жұлып түсірем деді ғой. Сол кезде жаңа негізі бұл жеке сол кісіге жаңағы айтылған нәрсетті, шариғат тұрған кезде ол ата-ана деп ше, сол ажумен сол кісіге жеке кейде ұрсамыз ғой кейбірлерге. Тәрбиелеу мақсатында ғой, тәрбиелеу мақсатында, жөнге салу мақсатында. Сол кісіге ұрсып айтқанбыз ғой. Оны бірі түсіргенде жаңағы тура сол жерді қырқып ары қарай жіберген, сонымен ассалаумағалейкум болып кетті ғой. Сол ғой, енді біздің де сөзімізді бұрмалап, жан-жаққа айта берсек кете береді ғой, әртүрлі сөзге. Айтпасам, ата-ана жайлы тіптен ана пайғамбар салсам айтады екен ғой. Ата-анаңа дұға қылуды тоқтатсаң, сенің рызығың тоқтап қалады дейді. Пайғамбар салсам. Ол кісілер біздің соны да көп түсінбей жаңа таратып сөйтті ғой енді. Ата-ана басымызда тәжіміз. Мынау жасыратын жоқ, мына жерде де ата-ана туралы не? Жаңа қазір сіздің алдыңызда эфирде енем деп ата-ана ғой енді, ата-ана деген, ене деген ата-ана емес пе? Сол әйел соны көндіріп кеттік, әке-шешеңді қарама, бүйтпе деп, мысалы сол сөзге не айту керек? Шын мәнінде әртүрлі ата-ана бар дегенменше, бірақ қалай болды да маған да анау сұрақтар кейде әсіресе мына тиктокта бірінен кейін бір келгенде оқып үлгере алмай, кейде шатасып бір сөзге бір сөзді қосып, жаңағы оразаға байланысты, басқаға байланысты, енді оның үстіне
біреудің бір жағдайын, уайымын, соның жаңағы мәселесін алып отқанда переживать етіп, мысалы қазір таңғы сағат 4 болмай прямой эфирге кіріп отырмын. Мен де күнде 30 күн бойы жатып ұйықтасам, бала шағам қасында жақсы, асықпай сәлесін ішіп, беске таяп, содан кейін қайта тамаз оқып алып ұйықтап, жоқ, одан кейін кешке қазір міне сағат 5:30-да тікелей эфирім бар теледидарда тағы да. Соның ортасында қабалақтап жүгіріп жүріп, бір сөзді дұрыс түсініп, бір сөз дұрыс түсінемей, әйтеуір мақсатым елді анау таухидтен арыстатып ширкке апарып, немесе тозаққа сүйреп кіргізу емес, шама келгенше әліпті білмеген, таяқтап танымаған азан болатын болса, жаңа мысалы мысық туралы сұрақ қойғандар бар да, мысығым 2 күн тамақ ішпейді деп. Енді соған не айту керек? Соны ұрысып, боқтап, енді соған сондай сұрақтардың ішінде анандай діни сұрақтар келіп қалған кезде жаңағы уайымдап тұрған мысықты уайымдайсың да, енді қалай тамақ жер екен оның мысығы деп. Соның арасында нені айтарын білмей жаңағы мысықты екен деп па. Мысықтың иманы күшті болып тұр негізі. Баяғыда да бір мысыққа педигри ма біресе бергенімді айтып, сөйтсем ол бақ қонған мысық деп айтсам, соны талдап адамдар, бақ деген адамға қонбай ма, мысыққа да бақ қонушы ма еді деп. Сол сияқты не ғой енді. Сондықтан түпкі мақсатымыз осы ұлтымызға, әсіресе жәке, сіздің де еңбегіңіз өте көп. Мен барлық ұстаздың бағасын білем. Сол үшін ешқайсы туралы ештеңе ешқашан айтқан емеспін. Имам Абу Ханифаны оқытқан кезде ұстаздарымыз ол кісі дұшпандары туралы ештеңе айтпаған деген осы ұлағат мен үшін бір меже болып қалды да, ешкім туралы ештеңе айтпау керек деп. Мен көп адаммен анау араласамайтыным да сол. Өсек айтпаймын, өсек тыңдамаймын да өз басым. Әйтеуір қолымнан келгенше осы бірлесіп ұстаздармен осы ұлтымызға қызмет етсек, қазақты қалай Абай атамыз айтқандай қалай бір биікке шығарсақ, баршаңыздың еңбегіңіз, сізді айтып отырмын ғой, тыңдайтын әр адам жамағаты бар. Мысалы біз менікі анау жаңадан бүйтіп білмейтіндер, мысық теңірегіндегі адамдар бүйтіп жақындап мешітке, Құдайға, атеист болғандарға дұға қылып, кішкене бір мынау тәңіршімін дегенде Құдайға жақындатып қойсақ, бір үлкен бір есікке, ар жағын Құдай өз жүректеріне хидаят салады ғой енді. Хидаят Құдайдың қолында, бірақ үлкен ұстаздарымыз соларды ары қарай алып, бір-бірімізді қолдап, мына Қырғызстан Республикасындағы ұстаздарға таң қаламда. Кейде анау хадис деген нәрселер хадис емес, әшейін бір сөз, ол да мүмкін зайыф тұрмақ түгір, жаңағы мауду тұрмақ, одан ары кетіп қалған бір адамның ойынан шығармаған нәрселерді айта береді да, бірақ ол пайда, үмметті жинастыру, бірлікке шақыру, әке-шеше сыйлау, әйтеуір не керек? Ондай даже орысшаны выдуманный дейді ғой, қияли әңгіме болса да, түбі тәрбие тұрса ар жағында, соның мен өзім ойлаймын, ана мәтініне кірмей, солар қайта бір-бірін қолдайды да, сондай бізде Орта Азияның қауымдарында, имам ұстаздарына біздің қазір айтқан сөзіміз ұрпақтан ұрпаққа қалады. Біз кетеміз, бұл өмірден қонақпыз, бірақ біздің сөздеріміз қалады. Сол кезде кейінгі ғалымдар шығады біздің ұрпақтарымыздан. Ел болып ана біраз ұстаз болып, соның ішінде өзім бас болып ана Алматы қаласына Нұр Мүбарак университетіне қайта бетімді қойып, қаражат жинап, соны сол жерден ғалымдар шығады. Нұрлан имамдардың да талай-талай ғалымдары шығады сол жерден. Соған біздің, мен өзім оқып бітірген сіз оқыған сол ғалымдарымыз шыққан, марқұм Әбдіғаппар ағаларымыз тірі болғанда қазір барлығын басқаша жасап жіберетін еді. Қырғызстандағы Шуақ қажы, Өзбекстандағы Шейх Мұхаммад Садық Мұхаммад Исов сынды, біздің еліміздегі Рәтбек қажы ұстаздарымыз, Әбсаттар қажы, солардың бәрі тірі болғанда, білмеймін, басқаша дүние болар еді, бірақ заманымыз сондай болып тұр. Сондықтан сізге Алла разы болсын. Бір-бірімізге бауырымыз, осы қалай елге қызмет қыламыз, осы жастарымыз дінді дұрыс түсініп, осы жерді, ұлтты, тілімізді, жерді сақтап қалу, білім, сауат, сол бізге ең маңызды дүние ғой. Сауат дегенде кейбіреулер жаңағы жастардың тек қана діни сауаты деп есептейді екен. Мысалы сіз діни сауат оқитын бе едік, оқымайтын бе едік, мектеп оқымағанда. Сондықтан сізге рахмет, Алла разы болсын. Құранды оқу үшін де сауатты бол деп жатырмыз ғой. Сондықтан Алла разы болсын. Алла қуат берсін. Ана Абу Замзам беді, ұстаз. Абу Замзам беді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келетін, кім Абу Замзамдай бола алады деген кезде, күнде жатқан кезде, жатар кезде, Құдайым, мен барлығын кешірдім, ешкімге өкпем жоқ, ешкімге маған өкпем жоқ, ешкімге деп жаңағы Құдай тағала сондай дұға қылар екен да. Сол сияқты бізде ешкімге өкпеміз жоқ, бауырымыз бәріміз, барлық ұстаздармен көргенде құшақтап амандасамыз, бірақ жаңағы менің ойымда сол бір-бірімізге мына ел ол анау бір-біріне айдап салу емес, бір-бірін шұқу емес деген дүние ғой.
Алла разы болсын, бір-бірімізге сөйтіп айтып тұруымыз керек. Тағы да айтатыныңыз бар ма? Орысып аңыз ұстаз. Ұрсамыз ғой, бірақ сізге ұрсамаймыз, мен деп айтамыз. Баяғы ана Менде андай ғой, айтыңыз. менде анау ғой, Нұреке. Сөйлеп қойған тіл ғой, қателік көрсем айтып қоямын ғой сол. Бірақ енді ол қателік деп емес, біз қателік деп түсінген кезде, бірақ ол Алла көруші ғой, ар жағымызда, жүрегімізде адамға деген кек, ондай ашу жоқ қой ол, Алла сақтасын. Бірақ бір-бірімізде сол дос не үшін керек дейді, дос бір-біріне сол қателігін ескертіп отыру үшін керек дейді. Сіздердің де біз жайлы айтып, қателіктеріңіз болса, қабылдай береміз. Өзім біреу менің қателігімді айтса қабылдаймын. Жаңа сіз айтып отқан кісі бар ғой, жәннатпен сүйіншіленген. Иә. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жәннаттық адам дейді ғой, 3 күн бойы. Сонда ол жаңағы анау күніге жатарда мені ренжіткендердің бәрін кешірдім дейді екен да. Бірақ біз бүйтеді екенбіз ғой, шейх. Біз бір-бірімізді кешіреді екенбіз да, тілмен. Бірақ жүректе ой, атаңа нәлет оңбаған деп жүрегімізді жүректен шығара алмайды екенбіз ғой, проблема сол ғой біздегі ше. Ол кісі жүрегінен шығарып тастайды екен да. Сондай дәрежеге жетуді барымыз Алла тағала нәсіп етсін. Амин, амин, амин. Алла разы болсын. Ниет қой сол. Сондықтан Алла разы болсын. Мен де сол ана қазақ айтпақшы мұрнына сүріліп әрең жүрмін. Жаңағы таңға эфир, одан түсті тағы ертең жұма күні 1 емес 4 эфирім тұр, қатар-қатар телерадио. Сондықтан осының барлығы ұлтымыз үшін бәріміздің еңбегіміз, жаңағы қазақ айтпақшы пұшпағымыз бір ғой. Осы қалай осы ұлтқа қызмет қылса екен, Абай атамыз жалғыз күрессе, бәріміз ел болып күресіп түзей алмай жатырмыз. Жастарымыз анау ата-ана сыйламай, есірткінің артында жүрген қаншама жастар бар екен, ұстаз. Мен білмеппін. Мен анау дін істер, ішкі істер министрлігінің мына есірткіге қарсы не бар, қоғамдық кеңес бар. Соның мүшесі болып тағайындалдым да, сол кезде мына цифрларды көрген кезде Қазақстанда есірткіменен айналысып жүрген адамдар таң қалдым. Жас балалар, ұстаз. Бізде өте көп, 20 жылға дейін сотталып кетеді екен, олар ұсталатын анық қой ол. Сондықтан жаңа біздің құқық қорғау мекемелері өте жақсы жұмыс істеп жатыр да, солардың жұмыстары мына жас ұрпақтар соттап жіберген қиын да, солардың алдын алайық деп менен сұранып айтқаннан кейін қарадым да ойладым, жоқ бұлай болмайды, біз ұлтқа қызмет етейік. Дінмен де, іспен де, заңмен де, тәртіппен де сон жүрген кезде мына есірткіні көбірек айтып ұстаз. Одан кейін ата-ананың құрметі, балалардың сауаттылығы, қоғамдағы бірлік, мына тыныштықпен, мына заң мен тәртіп деп қазір президентіміз осы айтып жүр ғой, өте дұрыс. Заң мен тәртіп ұстасақ, біз дамимыз. Сондықтан маңайымызда мемлекеттердің қандай соры шығып жатыр, қаны қайнап, қанша адам өліп жатыр, соғыс. Меккеге барамай қалдық қой, Құдай-ау. Мысалы, біздің бір танитын кісілер барамай жатыр қазір. Қорқақтап, қалай барамыз деп. Енді сіздер жанкештісіздер ғой, кетіп қалыпсыздар ғой. Біреулер қайтып алмай жатыр әйтеуір. Бұяқта да біз енді бір келгенде 50 адам, 100 адам, 130 адамыз ғой. Көбінесе еркектер келеді. Сіздің айтқаныңыздың менде қазір көбінесе күніге енді әйтеуір түссе жиналып отырып әңгіме қыламыз ғой. Қазір еркектерге айтып жатырмыз. Қазір еркектер көбінесе көшеде ақша табамын деп көшеге кетті да. Келіп ол тағы үйіне келіп жаңа мен ақша тауып отырмын деп міндет қылады ғой, міндет қылуға болмайды ғой, сенің міндетің ғой. Ақша табу сенің міндетің ғой, әйел адамға ақша табу міндет емес қой. Бірақ осы жерде біздің ұтылып жатқан нәрсе бала тәрбиесін әйел қарау керек деп түсініп қалған екенбіз да еркектер. Әйелге беріп бәрін көшеге кеттік. Ал әйелдер олар да бір жеңіл жол тауып алды, балаларға телефонды беріп қойды. Осының алда тыныш жат деп ше. Қазір көп жастар мектеп жасындағы очки тағады, уже көзден кетіп қалған. Одан кейін 4-5 жастағы балдар сөйлемей жатыр, өйткені үйде сөйлесу жоқ та, мәміле жоқ. Телефон ұстайды да жаңа былай жата береді, сөйлемейді. Соны еркектерге айтып жатырмыз енді, көбірек үйіңде бол. Ана тек әйелдің міндеті ғана емес бала тәрбиесі. Сен де бала әйелден мейірімді үйренсе, еркектен мужественность, решительность деген нәрсені үйренеді. Орысшаны түсті ғой сіздің? Орысшаны дерсің. А так, я чуть-чуть знаю. Болды, күшті. Тамаша, дұрыс, сол шешімділік, еркек адамға тиесілі қасиеттерді әйелден алып, әйелден көріп қалып, балалар сол кішкене сол жағына ақсап атқан рас қой.
Ананың орны ерекше, әкенің дәрежесі, әйтеуір бір-бірімізге реніш. Дұрыс айтасыз сіз. Дұрыс айтып отырсыз. Сол анау балдарды телефонмен тәрбиелеп жатыр да көбінесе қазір. Лудомания деген сіз айтып отқанша үйде басталып қойған. Қазір балдардан телефонды алсаң, деп өз-өзін тастап жатыр ғой өзі. Сол ана әбден көріп, уже ауру болып қалғанда, Сондай. сол бала жаңағы телефоннан не көреді? Жеркенішті нәрселерді көріп, жасына жете ұрынып жатыр да, ұстаз. Иә, дұрыс айтасыз. Еркектер беру керек қой деймін да. Соны айтып отырмыз қазір еркектерге. Иә, енді соны тәрбиелейтін ата-ана, сіз бен біз, қоғам, орта, бірлікті, тірлікті болсақ, бұйырса бұл күнде өтпелі кезең ғой, өтеді. Өтпелі кезең. Мен баяғыда айтып едім, ұстаз. Сізді қайта айтып сөзіңіз бөле бердім, кешірім сұраймын. Осыдан 2-3 жыл бұрын ба Ләйла Сұлтан қызына бір сұхбат бергенде айтып едім, біздің дініміздің күйі қандай деді. Сол кезде айтып едім, тай басқан бала сияқты деп. Сонда ол кісі таң қалып, сонда 30 жыл қайда деді ортадағы. 30 жыл не болды деді сол кезде. Шын мәнінде тай басқан күйге түсіп кеттік па, білмеймін. Сондай бір күйге түсіп қалдық қой. Ол мынандай ғой, ұстаз. Енді мынау қажылыққа көбінесе намаз біраз уақыттан бері бастап қойған кісілер келеді ғой. Бізде жастар, мына жігіттер дейікші, жігіттер. Уағызды білім деп ойлайды. Уағызға жатып алғанда, ананы тыңдап алған, бәрін білетін секілді көрінеді ғой. Анау 15-20 жыл намаз оқимын дегендер жайлап, одан кейін сұрайсың, намаздың парызын айтып жерші, оразаның парызын айтып жер десеңше, білім 0 ғой. Сонда бізде просто қоғамда неге өспей жатырмыз? Біз жай уағызды білім деп ойлап қалғанбыз да біз ше. Онда кітап ашып оқу деген жоқ қазір біз. Даже жастар соншалықты шыдамсыз, аудиозапистің өзін 1,5, ана 2 дегенге қойып тыңдайды. 1 мен тыңдауға нерв шыдамайды да. Содан ғой әлі тай басып келе жатқанымыз. Жылда оразада жаңағы анау түкірігін жұтсаң ораза бұзыла ма деген сұрақтан әлі аспай жатырмыз ғой. Сол ғой, шыға алмай жатырмыз. Одан қалса күйеуім вахтадан келсе не істеймін деген. Сол болды ғой, сол екеуінен шыға алмай. Ол қиын еді ол. Не айтасың сондайға? Не айтасың? Сөзім бітіп қалды менің. Мен оқымайын, ондайды оқымайын деймін да, бірақ ана басын оқып қойғаннан кейін амал жоқ, оқып бітіруге керек болады. Соны сөйтесіз, дұрыс айтасыздар. Содан кейін мына пәтуа туралы сұрай береді да, менікі пәтуа емес. Пәтуаны Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы береді. Муфтият береді. Муфтияттың анау оның үкімі бәрі неке туралы, талақ туралы біраз соны муфтиятқа барасың. Мен айтып отқаным, дәрет не бұзады? Су ішкенде жаңағы мұрның қанаса, тісің қанаса, кітапта не оқыдық? Оған не пәтуа керек? Кітапта бар нәрсе жазып тұрған, оқып айтып береді. Мынау былай. Бізді не оқыт ұстазымыз, соны айтып береді. Ол пәтуаны жаңағы діни басқарма шешімін шығарып, мынадан сүйеніп, еркек пен әйелдің ортасында талақ түсті ма, түспеді ма, жаңағы бір-біріне отбасылық мәселеде, басқа мәселеде сол жаққа жіберіп жатырмыз ғой. Бар ана біздің діни басқармада небір шейхтар отыр. Солар өзі жауап береді Алланың алдында сол нәрсесіне. Сондықтан да біздікі әшейін менікінің өзі бастама. Былай ғана бүгінге керек, кейін өзің тағы имамға барып, нақтылы аяқпен бар мешітке. Мына телефонға жатып алған бәрі. Нұрлан имам деген біреу бар, содан сұрай саламыз. Түсіп болып қалыптасқанда жының біледі да, Нұрлан имам бір нәрсе айтады, как будто діни басқарма имам олар бір нәрсе айтқазы. Жоқ, ондай емес қой. Нұрлан имам мен айтып жатқан жоқ қой, мені ғана тыңдаңдар, менің ғана жолым дұрыс, басқалар дұрыс емес деп жатсақ, оны айтуға болады. Сен не айтып жатсың деп? Ондай әңгіме жоқ қой. Діни басқарма, ұстаздар, олармен құшақтасып сүйісіп жүргеніміз хақ. Бір системаның, бір мемлекеттің, бір ұлттың, бір діннің бір қызметіндеміз бәріміз. Сондықтан соған дұрыс айтасыз, Алла разы болсын. Бәрін айтамын ғой, мешітке бар, аяғыммен бар. Садақаның өзін онлайн бере салсам бола ма? Болады, бірақ бар сен деп. Қазір мынау парыз ба деген нәрсеге сонша қадалып кеттік та, білмеймін уже. Бұрын бұндай жоқ еді, соңғы жаңағы дәретпен ауыз ашу парыз ба деп сұрай беретін халге жеттік та. Бұрын байқайсыз ба, бұндай сұрақ жоқ еді. Значит, буквалист болып, парыз болса істеймін, парыз болса істемеймін. Жаңағы умраға барғанда біз жиі естиміз ғой, 40 күн орамал тағу керек деп. Өткенде ғана айтымыз ғой, 41-ші күн не істейді мен, арақ шейін деппен, пиво шейін деппен дедім. Болды ғой. 40 күн орындадым, планды орындадым, мен давай кірсем деген. Бола ма сол? Бізде сұрайды ғой, қажылықтан қайтқаннан кейін 40 күнге дейін үйден шықпа деген бар, сол қалай деп ше. Мен айтам, 40 күн үйіңде жатса, әйелің қуып жіберер үйіңнен. Қуып кетіп бара жатыр. Солай не жатсың деп па? Алла разы болсын.
Алла Сіздер қуат берсін. екінті оқытадыңыздар ма Меккеде? Жоқ, екінтіге әлі 1 сағат бар бізде. Иқтикафтасыздар ғой, иқтикаф? Біз қажылармен жүрміз ғой, қажыларға қызмет қыламыз ғой. Сол Жоқ, иқтикафқа иқтикафқа барып. кіргендер кіргізіп жатыр ма дегенім ғой, мешіттің қай жағына кіргізіп жатыр? Харам. Жалпы биыл өзі адам аз. Былтыр анау адам асырдан кейін уже Қағбаға жақындатпайтын еді ғой. Иә. Мынау Сафа Маруа жақтағы поляға жақындатпайтын. Иә. Биыл жай намазға барып намаз оқып отырық қой. Мынау енді. Мен жаңа ғана прямой эфирден көріп қалдым Меккені. Қағбаның маңайы бос, аздау, енді бар адам, бірақ ондай тығыз емес. Өйткені адамдар қазір мүмкіндік табылса қайтып жатыр. Елден келем дегендер келе алмай. Мысалы Қырғызстан мен Өзбекстан уже кәдімгі мемлекеттік түрде пока бұл жаққа келуге тыйым қойды ғой, шықпасын деп жатыр. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келмей жатыр. Ол жақтардан да адамдар көп келетін еді ғой. Биыл адам аздау. Енді өз елімізде жастарымыз кішкене дұрыс түсініп барар уақыты нәсіп болғанда барар. Мынау біздегі ең анау ата-ана құндылығын жаңағы соны баршамыз бірлесіп ары қарай ұлтымыздың бір жақсы бұрынға бабалардан келген қасиетті ары қарай өрбітіп келе жатырмыз ғой. Соны ары қарай жетілдіре берсек, меніңше альхамдулилля жақсы болады ұстаз. Алла разы болсын сізге. Қазір менде бір жарты сағаттан кейін теледидарда тікелей бағдарлама болады, ораза қабыл болсын деп. Сол жерге қосылыңыз. Алла разы болсын, мен анау қажыларыма барайын. Қажыларыңыз терлеп кеттік қой, дәрет алмадық. Неге қойыңызшы сіз? Ана Нұрбол үйленген кезде сіз айтқаныңыз есімде, анау. Не деп айтты ана? Үйдегі дүниелерді шығарып тастай бер деп айтты деп па? Біресе айтып, Жәкеңде прикол күшті деп күлгенбіз. Бір жастықта қартаяйық деген ғой, сонда. Бір жастықта қартаяйық деп мен айттым ғой, қартайсың деп екеуі. Сөйтсе қалған жастықтар шығарып тастап біреуін алып қал деп түсінгендер. Иә. Енді басқа біреу болса сөйтіп түсініп қалады ғой. Ой, түсінгендер көп қой, сонда мынау не айтып жатыр деп. Оны да түсініп алғандар көп қой. Алла разы болсын ұстаз, ел аман болсын. Аман есен оралыңыз. Қасиетті Қағбада ұлтымыз үшін, еліміз үшін, біздің жастарымыз үшін, ата-аналар үшін баршасына дұға қылыңыз ұстазым. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсын жаным. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум.